Сәлеметсіздер ме оқырмандар, менің атым Қожа тақырыбындағы сабақтың талдау тапсырмасы. Білу түсіну тапсырмасы өткен сабақтың видеосында берілген. Вен диаграммасы арқылы Қожа мен Жантасты салыстырыңдар. Қожа ақылды, кейде қызба мінезді де бар, сабақты жақсы оқиды. Ал Жантасқа келетін болсақ, қу, біреуді біреуге айдап салуға құмар, сабақ үлгерімі төмен, бұзық бала. Енді екеуінің де ұқсастығы, екеуі замандас, құрдас, бір сыныпта оқиды. Екінші, Қожа оқыған мектеп пен қазіргі мектепті салыстырыңдар. Қандай қорытынды жасадыңдар? Қожа оқыған мектеп пен қазіргі мектепті салыстыруға келмейді. Ол кездегі тәртіп қатал, оқушыны бұзықтығы үшін ортаға салып сөгіп, тіпті мектептен шығаруға дейін барады. Қазір оқушы бұзықтық жасаса, онымен психолог мамандар сөйлесіп, баланы барынша түсінуге жағдай жасалған. Жинақтау тапсырмасы: сурет бойынша үзіндіні мазмұндаудың жоспарын құрыңдар. Бұл суретте Қожаның айнаға қарап өзін-өзі тәрбиелеп, өзіне-өзі жиналыс өткізіп отырған кезеңіс бейнеленген. Мұны мазмұндаудың жоспарына келетін болсақ, бірінші күн тәртібі, екінші бірінші мәселе, үшінші екінші мәселе, төртінші қаулы. Қолдану тапсырмасы: Қожаның портреттік мінездемесіне сүйене отырып, өздеріңе, достарыңа сипаттама, мінездеме беріп көріңдер. Есімдерің туралы қандай мәлімет бере аласыңдар? Өз есімдеріңнің сырын біліп келіңдер. Екінші, Қожа туралы пікірлерің қандай? Қожа сияқты оқушылар сыныптарыңда бар ма? Синклейн әдісін қолданып, Қожаға 5 жолды өлең арқылы мінездеме беріңдер. Біздің сыныпта Ерсұлтан деген өте қызба мінезді оқушы бар. Ол сабақ үстінде тағат тауып отыра алмай, айналасындағыларды түртіп, келеке етіп отырады. Мұғалім қанша ескерту берсе де, енді қайталамайым деген уәдесінде тұра алмай жатады. Зат есім Қожа, сын есім қызба мінезді, ақылды, етістік бұзықтық жасайды, жақсы оқиды, өзін-өз тәрбиелейді. Сөйлем: Қожа қызба мінезді болғанымен, ақылды, жақсы бала. Үшінші, өздеріңді Қожаның сыныптасы ретінде сезініп, Қожаға мінездеме беріңдер. Қожамен дос болар ма едіңдер? Неге? Қожа өзіндік көзқарас қалыптасқан, қызба мінезді, сабақты жақсы оқитын бала. Мен Қожамен дос болар едім, себебі ол досқа қиянат жасамайды. Төртінші, әңгімені жалғастырып көріңдер. Автор ойын аяқтаудың нұсқасын ұсыныңдар. Қожа есейгенде бұл балалық тентектігін қойып, жақсы адам болып жетіледі деп ойлаймын. Автордың меңзегеніндей, түбі адам болатын бала екеніне сенімі мол. Бесінші, жазушының хрестоматияда берілген басқа да әңгімелерінен үзінділерді оқып, кейіпкерлер туралы пікірлеріңді білдіріңдер. Кейіпкерлер әлемі ойынын ұйымдастырыңдар. Олар үшін топқа бөлініңдер. Әр топ бір-бірлеріне әңгіме мазмұны бойынша сұрақтар қояды. Сұрақтардың мазмұны шығарма кейіпкерлермен, орын алған оқиғалармен байланысты болуы керек. Ұтымды сұрақ пен мәнді жауап бағаланады. Іске сәт: Жантас қу, сұм, Сұлтан бұзық бала, Жанар ақылды, үлгілі оқушы, Майханова Сәбира апай мейірімді, ақылды ұстаз. Сегізінші, үзіндіні оқи отырып, әрқайсың 3 шақты күнделік толтырыңдар. Оны жұпта, топта талдап, ой қорытынды жасаңдар. Мәтіннен ерекше әсер еткен дәйек сөз: түбі адам болатын бала. Жеке түсінік беру: осы дәйек сөзді жазуға не мәжбүр етті, қандай ой тудырды, осыған байланысты қандай сұрақ туды. Бұл бала Қожаның тентектігіне кешіріммен қарап, болашағына жақсы болжам жасауға итермелейді. Барлық тентек балалар да Қожа секілді түбінде жақсы адам болып кете ме? Үшінші, мұғалімге хат. Сұрақ: Қожаны Майханова неге лагерге біріншілердің қатарында жібермеді? Қожаның мінезіндегі қиындықтардың болуы әкесіз өскендіктен бе? Алтыншы, баға беру тапсырмасы. Концептуалдық кесте толтырыңдар. Кейіпкерлер өмірге қызығушылығы, адамгершілік қасиеті, кейіпкерге берілетін баға. Қожа жаман әдеттерін жоюға тырысады, өзін тәрбиелейді, яғни бұл жақсы. Жанар жақсы оқиды, Қожаны жақтайды, жақсы. Сұлтан еркін өмір сүруді қалайды, Қожамен сырласады, жақсы. Майханова оқушыларға жақсы тәрбие беруге тырысады, Қожаны мектептен шығаруға қарсы болады, кейіпкерге берілетін баға да жақсы.
Қожаның болашағы туралы қандай болжамдар жасауға болады? Қожа өскенде өзі армандағандай ғарышкер болған болар. Қожаға қандай мазмұнда хат жазар едіңдер? Сендердің қиялдарыңдағы қожа қандай? Қазіргі заманда қожа сияқты балалар бар ма? Бүгінгі күннің қожасы туралы айтып беріңдер. Қожаға хат. Құрметті қожа, мен сенің басыңнан өткен оқиғаны қызыға оқимын. Сен өте шынайысың. Қалай барсың, өзіңді солай көрсетесің. Кейде бұзықтық жасап қойсаң да кейіннен өз қатеңді түзетуге тырысасың. Сен ержеткенде бұл тентектіктеріңді қойып, жақсы азамат болып жетілетініңе мен сенемін. Жарайсың, досым. Қожа ақылды, кейде тентек. Қазіргі кезде де қожа секілді балалар кездеседі. Ондай балалардың мінезі табиғатынан қызба болып, не болса соған ұрынып жүреді. Бірақ оларды жаман балалар қатарына жатқызуға болмайды деп ойлаймын. Диалог құру. Қожамен диалог құрыңдар. Сәлем, қожа. Сәлем. Қожа, сен неге Майханова Сабира апай сені жаман көреді деп ойлайсың? Майханова Сабира апай маған лагерге жолдама бермеген соң ашумен қате ойлаған екенмін. Кейін білсем, ол мені мектептен шығаруларына қарсы тұрып мені жақтап сөйлепті. Иә, ұстаздар ешқашан оқушыны алаламайды. Кейде біздер балалыққа салынып дұрыс түсінбей жатамыз. Қожа, сен Сұлтанмен дос болып қателесіп жүрген жоқсың ба? Мен Сұлтанды адам ретінде сыйлаймын, бірақ оның жаман әдеттерін қайталамауға тырысамын. Жарайсың, қожа, мұның дұрыс екен. Әдебиет теориясы, повесть туралы түсінік. Баяндау түрінде қара сөзбен жазылған оқиғалы көркем шығарманың түрін повесть деп атайды. Ол көлемі жағынан әңгімеден үлкен, романға жақындау. Повестегі оқиғалар жинақы, сюжеттік желіс негізінен бір арнада өрбиді, кейіпкерлер саны әңгімеден көбірек. Мұнда бірнеше оқиға, адам өмірінің кезеңдері кеңірек дамытыла суреттеледі. Мысалы, Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасы повесть жанрына жатады. Әдебиеттанудың өзекті мәселелері кітабынан. Тапсырмалар. Повесть әңгіме жанрымен салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын біліп алыңдар. Повесть әңгімеден қарағанда көлемі үлкендеу болып келеді, романға жақын. Мұнда бірнеше оқиға, адам өмірінің кезеңдері кеңірек дамытыла суреттеледі. Кейіпкерлер саны әңгімеден көбірек. Әңгіме бас-аяқ жинақы, тиянақты бір оқиға айтылады. Әңгіме кейіпкерлері көп болмайды. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.